Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмі тіл үйіретін өте оңай әрі тез дайындалатын ленивый хачапури дайындаймыз. Алдымен миске 2 жұмыртқаны жарып, оны венчикпен араластырамыз. Оған 3 ас қасық айранды, менде 2,5% айс фирмасынікі, 3 ас қасық творогты, 9%-лық творогты пайдаландым, және 3 ас қасық ұнымызды. Мен 2 ас қасық кукурузный және 1 ас қасық цельнозерновая муканы салдым. Жарты шай қасық разрыхлителді қосып, венчикпен жақсылап араластырып, оған ұсақталған зелень мен үкіштен өткізілген сырды қосып, тағы да араластырып аламыз. Сковородканы баяу отта алдын ала қыздырып, оған қи майымызды жағып, одан кейін массамызды асықпай құямыз. Осылай қасықпен жайып алсаңыз болады. Қақпағын жауып, баяу отта пісіріп дайындаймыз. Екінші жағы қызарғаннан кейін ауыстыруды ұмытпаңыз. Одан кейін осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп балаңызға ұсынсаңыз болады. Сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіз, асыңыз дәмді болсын.